Баршаларыңызға сәлем. Бүгін жаңа қосылған печенье дайындайтын боламыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызға тұзымызды, қантымызды және ванилинді қосып 3 минуттай миксерлеп алатын боламыз. Оның үстінен бір жұмыртқамызды қосамыз. Електен өткен ұнымызға қопсытқышымызды қосып, толықтай араластырып, массамызға салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Ең алдымен лопатканың көмегімен араластырып аламыз, басы біріккенше. Одан соң қолымызбен қамырды илеп, жұмсақ қамырды осылай дайындап қоямыз. Пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Қалағаныңызша осылай домалақ етіп кесіп алсаңыздар болады. Жұмыртқамыздың сарысын жағып, жаңғақтар тұру үшін 180 градусқа 20 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Сізде үй жағдайында дәл осылай осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Сізде дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын. Достар, мені қолдап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.